Театр көрермендер үшін жағымды жаңалық. Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрында Аялап өтем атты поэтикалық фэнтези стилінде жаңа қойылым сахналанды. Белгілі ақын Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың иегері Фариза Оңғарсынованың өмірі мен өнеріне арналған бұл портреттік туындының авторлары осы қара шаңырақтың қызметкерлері Нұрлан Сәдір мен Нұрлыгүл Жұбатова. Кезекті жаңа қойылым туралы әріптесім Лұқпан Елеу әңгімелейді. Жастығымның, жанымның айқайы бар. Қасіретін көмгерген мына асырда көтерерім ятын күнәсінді. Фариза ақынның өлең «Мен сені аялап өтем» атты жыр аясында сахналанған қойылым жастар үшін тағылымы мол дүние болды. Өршілде сыншыл ақын Фариза Оңғарсынованың өлеңдері отан сүйгіштікке, қазақи салт дәстүр мен табиғатқа жанашырлық тұрғысындағы шығармалары осы ойымызға айқын дәлел. Артына өлеңдері мен өшпес із қалдырған дарабоз дарын иесінің өнеріне бағытталған сахналық туынды да қазіргі қоғамның көлеңкелі тұстары мен тағдыр таразысы шебер суреттелген. Тарих сахнасынан мәлім Махамбеттің жылдары мен рухтас шығармалары да анық көрініс тапқан. Арманда кеткен ер үшін, адыра қалған жер үшін, ақыры келмек сұрада. Жастар өлең оқымайды, поэзияға құлықтары аз деген пікірге қарсы тұстары да осы қойылымнан байқалады. Театр актерлерінің ақын өлеңдерін реп стилінде орындауы осыған дәлел бола алады. Қойылым 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі және Фариза Оңғарсынованың туғанына 80 жыл толуына орай көрермен назарына ұсынылғандықтан нәзіктік пен сыршылдықтың лебі есіп тұрды. Қойылымды жазған театрдың әдебиет бөлімінің меңгерушісі Нұрлан Сәдір болса, режиссері Нұрлыгүл Жұбатова актерлердің рөлін шебер ұсына білген. Бұл жалпы қойылым осы өзінің өлеңдерінен, өзінің айтқан сөздерінен, өзінің жасаған қоғамдық істерінен алынған дүние. Оның ішінде ешқандай жасандылық жоқ, ешқандай бір қосып, бір тыңнан қосылған дүние жоқ. Шығармашылығынан бөлек біз оны тек қана ақын ретінде ғана емес, тұлға ретінде, қайраткер ретінде, әсіресе парламентте ана мен бала, экология, тағы да көптеген өзекті мәселелерге үлес қосқан, соларды шырылдап көтерген қайраткер тұлға ретінде де бейнелеуге тырыстық. Оның енді бағасын көрермен бере жатар. Басты рөлді сомдаушы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Гүлжиян Шынтемір Фариза бейнесін байыппен ойнап шықты. Паң ақын мен қанаттас жүрген Ақышта Бақтыгереева осындай қойылымдардың жас буын үшін тағылымы мол деген пікірде. Жастарды, көрерменді жырға жақындату үшін, ақын жүрегіне жақындату үшін, сезімталдығын олардың мейірімін ояту үшін поэзия керек. Бұл қойылымның негізгі мақсаты сол болар деп ойлаймын. Жырлары, мен ойлаймын, әрбір қазақтың баласының, әрбір перзентінің жүрегінде бір үлкен туған жерге деген махаббатты шексіз сезіндіретін жырлар деп. Сондықтан бүгінгі Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрының ең алғаш рет біздің ақын апамыз, жыр апамыз туралы тырнақалды туындысы алдағы уақытта өзінің жалғасын табады ғой деп ойлаймын. Жалпы жаңа қойылым театр көрермендерін көңілдерін баурап, үлкенді кішілі сахнагерлерді зор қошеметке бөледі. Лұқпан Елеу, Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақ Жайық телеарнасы.